Ассалаумағалейкум, қазақ елі, армысыздар. Көпті көрген ақсақалдар мен әжелер өз заманында ерекше қабілеті бар, адам сенгісіз қасиеттерге ие жандардың өмір сүрген жиі әңгіме қылып айтып отырады. Солардың бірі мұз жастанып қар жамылған әулие. Сіздермен бірге рахым біліп жүрейік. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетеміз. Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданына қарасты Ұлғайсын деген ауыл жақта осыдан бір ғасырдай уақыт бұрын бір кездері мұз жастанып қар жамылған Назаралы әулие өмір сүрген екен. Кіші жүздің төрт қара руының тумасы. Жастайынан ата-анасынан ерте айырылып, жетімдіктің ащы дәмін татқан. Тума-туысы басында оны тіпті елемепті. Баланың ерекше дарынын, бойындағы ерекше қасиетін ауыл тұрғындары қыстың бір күндері байқайды. Мал жайлауға шыққан бір топ адам қарасынан шығып жатқан буды көздері шалып таң қалады. Көпшілік мұны әртүрлі тылсым күштеп өз болжамдарын жасап аңтарылып тұрғанда қар астынан жартылай жалаңаш, киімі жұқа, әрі тозық жасөспірім шығады. Бұл Назаралы болатын. Осы сәттен бастап ауыл тұрғындары оның Құдайдың ерекше назарына іліккен адам, қар жамылып мұз жастанған әулие деп атайды. Бұл жайт ел арасына тез тарайды. Әулиенің тағы бір ерекшелігі оның үстін бет қаптап жүреді. Бір қызығы, Назаралы әулие қонған жерде беттері бір қалмай көрпеге жайылып, кетуге қамданғанда түгелде әулиенің үстіне қайтадан шығып, бірге еріп кететін болыпты. Атағы жер жарғандығына тағы бір дәлел ретінде мына мысал айтылады. Әулие бірде өзінің таң намазын Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи мазарында жамағатпен бірге оқуға бармақ болады. Сол ауылдың діни имамдарына елден өрімдей жас бала келіп, өздерімен бір сапта тұрып намазын оқиды. Сол балаға көз қырларын салып, ықылас танытып жүріңдер деген хабар, ол барамын дегенше лезде жетіпті. Әулиенің қасиеті. Назаралы әулие жасына қарамастан өз заманында өлеңге құмар, ортасының көңілін көтеріп жүретін жан болған деседі. Оның айтқан кейбір жұмбақтары ауыл қариялары осы күнге дейін айтып жүр. Әулие елдегі білікті молдалардан білім алып, намазын қаза қылмай оқып жүрген. Әулиенің атағы шарлап, елге танымал болған уақытта ол жап-жас жігіт, ол небәрі 26 жыл өмір сүреді. Алайда дүние салған соң, оның ауылдан шалғайда жатқан мазарына келіп, Құран бағыштап тілейтіндер көп болған. Зират басында арнайы шырақшы отырған. Қазірде Ұлғайсын ауылында әулиенің басына баратын жандарға жол көрсететін шырақшысы бар. Ауылдың қарияларының арасында бір әжей әулиенің басына үзбей келіп тұратын болыпты. Ұзақ жолды жалғыз өзі жаяу жүріп, әулиенің басына Құран оқытатын көрінеді. Күндердің күнінде, маусым айының аптап ыстық күнінде ауылдан шыққан кемпір зират басына жетпей көз жұмады. Кейуананың мәйітін бірнеше күн бойы іздеп, арада уақыт өткен соң ғана зиратқа барар жолдан табады. Бірнеше күн бойы жатып қалған мәйіт естеніп кеткен екен. Жанына адам жолай алмай, ел әбігерге түседі. Кенет аспаннан бұлт үйіріліп, дәл мәйіттің үстіне төніп келеді де жаңбыр жауады. Аз ғана уақыттың ішінде мәйіттің денесін шайып, айналаны алған сасық иісті жоқ қылады да бұлт лезде тарап кетеді. Ауыл тұрғындары содан кемпірдің мәйітін жер қойнауына еш қиналмастан аттандырыпты. Сол әжей мәйіті Назаралы әулиенің зиратына жақын жерде жерленген. Әулиенің зираты жатқан маң киікті, жайылымға қолайлы, шөбі шүйгін дала. Жаз шығысымен бұл далалықта шөп шабатындардың, мал жайлайтындардың қарасы көбейеді. Олар кешкірім жақын маңдағы ауылдағы ауылға ат басын тірейді. Жолай әулиенің зиратынан өтетін. Шаруасын бітіріп ауылға аттан бара жатқан үш жігіттің әулиенің қаһарына ұшыраған жайлы дерек бар. Сол үшеудің арасынан Абимолла есімді зират басында боғауыз сөздер айтады. Айналасындағылардың боғау басуына тоқтамай, қайта екіленіп, мықты әулие болсаң, маған істейтін істеп көр дейді. Зират басынан шыққан бойда қалың тұман түсіп, әлгі үштік көз ұшында тұрған ауылдан адасып қалады. Сандалып үшеуі біраз азаптанып, қайта зират басына келеді. Сол жерде ғана Абимолла тәубесіне келіп, әулиеден кешірім сұраған. Содан бері ауылдан шыққан адам арада қанша жыл өтсе де, үлкендердің аманатымен зиратты айналып өтпей, басына соғып, Құран бағыштап, Құран оқымағандар іштей ниет етіп, бағалы бұйымдар, адал ас қойып кетіп жүрген.
Бірде аңға шыққандардың бірі зират басынан өте бере қалтасынан дым таппай бос патронды зират басына қойып, саған осы да жарайды деп кете беріпті. Аңға шыққан аңшы сол күні мотоциклімен киікті қуалап жүріп апатқа ұшырайды. Ұзақ уақыт төсек тартып жатып, аңшы зират басына келіп, әулиеден кешірім сұрап Құран бағыштаған деген әңгімелер бар. Зират басындағы самаурын. Жоғарыда айтып кеткендей, зират басына соққандар ырымдап бір бұйымдарын тастап кететін. Сондай жолаушылардан қалған жез самаурын зират басындағы талда ілулі тұрған. Ауыл тұрғындары бұл самаурынның зират басында әлі күнге дейін тұрғанын айтады, және оған қатысты мынандай әңгімені баяндап береді. Бұл оқиғаның кейіпкері қазір қалаға жақын ауылдардың бірінде тұрады. Оның басына өткен біреулерге адам сенгісіз болуы да мүмкін. Алайда ауыл ақсақалдары мұны Назаралы әулиенің киелі адам екенін растайды дейді. Аңға шыққан бір топ азамат әулие зираты жатқан далаға жақын жерлен биік киік аулауға шығады. Зират жанынан өте берген аңшылардың бірі талда ілініп тұрған жез самаурынды көздеп тұрып атып дәл тигізеді. Қазірде зират басына барсаңыз, самаурындағы оқтың ізін анық көруге болады. Кейін аңшы зират басына соқпастан кете береді. Сол күні аңшыға ауылға қайтар тұста апатқа ұшырайды. Жағдайы ауырлап, араға біраз уақыт салған соң ес жияды. Алайда екі қолы мен екі аяғының жансызданыпты. Кешірім сұра деп Назаралы әулие түсіне кіріп аян береді. Алайда аңшы бұл әулиенің зират басындағы оқиғаға қатысы жоқ деп сөзін елемейді. Уақыт өте әулие тағы түсіне кіреді. Тыныш тұрған зират басындағы самаурынға оқ атып, кешірім сұрауға да жарамадың. Енді өзің өмір бойы сол самаурын секілді өмір сүр деп аян береді. Әулиенің бұл аяны тура келеді. Қазір әлгі аңшының екі аяғы мен екі қолы жансыз, тек аузы ғана ас ішуге жарамды, дейді ауыл ақсақалдары. Бүгінде зират басына шағын сарай тұрғызылған. Сарайдың ішінде көрпе төсегі, ыдыс аяғы түгел бар. Ауылдың шырақшысының айтуынша, бұның бәрін әулиенің басына Құран бағыштауға келген жандардың әкелгендері екен. Қазір зиратқа жақын тұстан бұлақ көзі пайда болған. Әулиенің басына Құран бағыштауға келетін жандар бұлақ суын өзімен бірге ала келетін болды. Құрметті оқырмандарым, бұл әңгімеге сену-сенбеу өз еріктеріңізде. Алайда қариялардың ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жалғап келе жатқан аңыз аяндарын тыңдау, содан сабақ алу кейінгі ұрпақтың парызы. Видеоның соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Әлі талай видеолар болады. Қош сау болыңыздар.